Қонақ пен балықтың 3 күннен кейін иісі шыға бастайды. Егер мәселені ақшамен шешсеңіз, ол мәселе емес, ол шығын. Тәтті болсаңыз, сізді жеп қояды. Ащы болсаңыз, түкіріп тастайды. Ата-аналар балаларын сөйлетіп үйретсе, балалары сөйлемеуге үйретеді. Жақсы сөйлегеннен үндемей қалу қиын. Адамның жасы келген сайын нашар көре бастайды, алайда кең ауқымды көреді. Барлық адам ақшаның жоқтығына шағымданады, ал ақылдың аздығы туралы ешкім сөз қозғамайды. Өзгені өзгерткің келсе, алдымен өзіңді өзгерт. Өткені туралы айта беретіндердің бүгінде мақтанатын түгі жоқ. Егер басыңыздағы қиындықтарды шешуге мүмкіндік бар болса, онда көп уайымдаудың қажеті жоқ. Ал шешілмесе, уайымдаудың өзі артық. Ойланып барып шешім қабылда. Шештің бе, ойланба. Кім биікке көтерілгісі келсе, сол саты ойлап табады. Жаман іс әркімнің қолынан келеді. Жақсы істің қолдан келуі қиын. Өзіңді күштеп бір нәрсе айту қиын. Үндемей қалу одан да қиын. Ал өзіңді ойлануға мәжбүрлеу тіпті одан да қиын. Дүниедегі ең оңай нәрсе біреуге ақыл айту. Ең қиын нәрсе өзіңді өзің түсіну. Жақсы мінез бүкіл өміріңнің сарқылмас байлығы. Өзіңді танығың келсе, адамдардың ісіне қара. Өмірді танығың келсе, өзіңнің жүрегіңе үңіл. Өзіңе сен, өзіңнің күшіңе сен, қос қолыңмен істелген ісіңе сен. Алысыңда сыйлайды жақыныңда, өзіңді өзің төменге түсірмесең. 10 адам жүрген жерде із қалады. 100 адам жүрген жер соқпақ. 1000 адам жүрген жерде жол қалады. Жұмсақ ағаш құртқа жем, жұмсақ адам жұртқа жем. Басыңа іс түссе, жақсы көмек етеді, жаман күліп кетеді. Жақсыға қылған жақсылық өміріңде тозбайды. Жаманға қылған жақсылық бір күнгідей болмайды. Жамандықты көп қуған бір бәлеге жолығар. Жақсылықты көп қуған бақ дәулетке молығар. Кең болсаң, кем болмайсың. Тыңдап үйреніңіз. Өзгелер туралы айтып отырған адамды мұқият тыңдасаңыз, шындығында өз жайын айтып отырғанын ұғасыз. Әркімнің қателесуі мүмкін, ал оны мойындамау тек ақымақтың ісі. Саулықтың қадірін ауырғанда білетініміз секілді, жақсылықты жамандық арқылы да, дем алуды шаршау арқылы білеміз. Аңдар адамдармен өмір сүріп қолға үйренді. Ал адамдар бір-бірімен араласа жүріп жануарға айналуда. Өте өкінішті. Өмір сондай қысқа. Жіберген қателігімізді түзетіп үлгермейміз. Адам өмірі дөңгелекті арба секілді. Қатты жүріп бара жатқан арбаның сені қай бұрылыстан түсіріп кетері белгісіз. Өмірдің қысқалығы сонша, ол туралы ойланып та үлгермейсің. Өмір бұл қазір, ол кеше, немесе ертең емес. Бұл әлемде неше түрлі тағдыр бар. Сенің тағдырың жалғыз. Оны бүлдіріп алма. Өмірге наразылық танытқанша, мәнді өмір сүруге ұмтылыңыз. Егер өміріңізде қиындық орын алса, оның себебін өзіңізге түсіндіріңіз. Сонда жүрегіңіз тынышталады. Бүкіл әлем саған қарсы екенін сезсең, ұшақтың желге қарсы ұшатынын есіңе түсір. Өмірді басқалардың қалауымен емес, өз қалауыңша сүр. Олардың үмітін ақтай аласың ба, жоқ па, ажал келгенде жалғыз қарсы аласың. Сондықтан ешкімнен көмек күтпе.
жеңіске өзің жет. Өмірдің қара сызықтары туды ма, еңсеңді түсірме. Өзіңе сеніміңді жоғалтпа. Өйткені ең ұзақ түннен кейін де таң атады. Мына өмірде кей адамдар сыйластықты ғашықтық деп түсінеді. Ал кей адамдар ұялуды майысу деп түсінеді. Мен өмірімде қайта-қайта сәтсіздікке ұшырадым. Сондықтан мен сәттілікке жеттім. Өз тағдырының қожасы, ол өзінің сәтсіздіктерінің жемісін қалай жинау керектігін біледі. Кім сәтсіздікке ұшыраса, көп нәрсеге қол жеткізе алады. Өзіңізге деген сенімсіздік сәтсіздіктің негізгі себепшісі. Мен бақытты бастайтын жолды білмеймін, бірақ сәтсіздікке ұшырататын жолды білем. Ол бәріне бірдей жақсы көріну. Жеңілу қалыпты жағдай деп ешкімге айтпаңыз. Жеңілу қалыпты емес. Тек ойыңыз, идеяңыз шикі. Нақты идея ешқашан сәтсіздікке ұшырамайды. Басқалар байқамағанды көре білу жетістікке жетудің негізгі кілті. Салың ешқашан суға кетпесін. Менің үлкен жетістікке жетуімнің құпиясы ешқашан рухани күйремеу. Біреудің көзінше ешқашан рухани құлама. Ұлыңызды еркелетіп, қолына қалаған сомасын беруге асықпаңыз. Бұл оны көр етіп, жетістікке жетудің маңызы еңбекте екенін ұмытуына алып келеді. Елестете білу адамзатты жетістікке жетелеген ең үлкен қасиет. Жетістіктің құпиясы ойдағы істі бастап кетуде. Дұрыс сөйлей білу өмірде жетістікке жетудің ең қысқа жолы. Ең үлкен қателік тез берілетіндігімізде. Қалағаныңа қол жеткізу үшін тағы бір көруге болады ғой. Бір ретте құламай, сәби жүруді үйренбейді. Себебі біз жүруді құлай-құлай үйренеміз. Бизнестің жолы да солай. Неліктен қоғамның көп бөлігі ауқатты адамдардан тұрмайды? Себебі олар жеңілуден қорқады. Мені жетістігіме бола құрметтемеңдер. Құлаған жерімнен қайта тұра алғаным үшін бағалаңдар. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Бүгінгі адамдар мені сыйласын десең, осыны біл атты шығарылымды жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Осындай дәл айтылған нақыл сөздер арнасын үнемі бірінші болып тыңдап, өмірде көптеген жетістіктерге жеткіңіз келсе, арнама жазылып алып, қоңырауша батырмасын басып алыңыз.